Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, мен бүгін 5 сыныптың математика сабағынан өрнектерді ықшамдау деген тақырыппен таныстырып, соған сәйкес есептерін шығарту жолдарын толығымен көрсетіп, түсіндіріп беретін боламын. Өрнектерді ықшамдау дегеніміз, яғни бұл жерде бірнеше өзінің ережелері бар. Қосудың ауыстырымдылық және терімділік тәсілі деген бар. Ол тәсіл, яғни қосу кезінде мынау сияқты берілетін болса, мысалы А қосу Б жақшаның ішінде қосылған С тек қана қосу болатын болса, ол кезде мына жақшаның бізге пайдасы да зияны да жоқ, яғни жақшаны алып тастап, қалаған екі санды өзімізге қолайлы ретпен қосып және азайту арқылы өрнектерді ықшамдауға болады. Көбейтудің ауыстырымдық және терімділік қасиеті де дәл сондай, яғни екі көбейтінді, мысалы А көбейту Б деп берілген болса, Б мен А-ны, яғни орнын ауыстыруға болады. Және А көбейту Б көбейген С деп жақшада А мен Б-ның көбейтіндісін бірінші жақшамен көрсеткен болса, бұл жақшаның орнын ауыстыруға болады және жақшаны жалпы толығымен алып тастауға болады. Яғни тек қана көбейту болған кезде бізге жақшаның ешқандай пайдасы болмайды. Және ең оңай тиімді, мысалы 2 көбейту 3 көбейген 5 деп қарастырылған көбейтінді берілген болса, біз 2 көбейту 3 көбейту 5 деген жерден 2 мен 5-ті көбейтіп алып 10 деп, оны көбейтеміз 3-ке деп, бұл 30 дегендей өзімізге қолайлық тәсілмен есептеп шығартуға болады. Осындай тәсілдердің ретini көрсеткен бұл тақырыпта. Сосын жақша ашу жолы көрсетілген, яғни А қосылған Б, А мен Б-ның қосындысын С-ға көбейтеміз десе, демек А-мыз С-ға 1 бөлек, Б-ға 1 бөлек және ортадағы плюс өзі бойынша қойылып шығады деген сөз. А мен С-ны үлестірдік, яғни А көбейген С болды, қосу өзі бойынша қосу болды, Б мен С көбейіп, Б С болды. Яғни көбейтуде бұл сыртта тұрған С-мыз ортақ көбейткіш деп айтылады. Іштегілер, яғни сандарды қосындыларға жеке-жеке көбейіп шығады. Енді 91-ші есепте көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып өрнектерді ықшамдап есептеңдер дейді. Бұл жерде біреуін көрсетіп түсіндіріп беремін. Үлестірімділік қасиетін пайдаланамыз. Бұл жерде қараңдар, екеуінде де бұл жерде қосылғыш болып тұр. Бірінші көбейту, содан кейін қосу. Ішінде көбейіп тұрған бірдей, екеуіне де бірдей көбейіп тұрған сан бар, ол 14 деген. 14-ті жақшаның сыртына шығарамыз, ортақ көбейткіш деп айтамыз оны. Енді жақшаның ішінде 32 қалды, қосылған, мына жақта 68 қалды. 32 мен 68-ті қоссақ 100 шығады. 14-ті көбейтеміз 100-ге, сонда 1400 деген жауап шығады. Көрдіңдер ғой, ауызша есептеуге болады. 32-ні 14-ге көбейтіп, 14-ті 68-ге көбейтіп, оны қосатын болсақ, біраз жұмыс болып кетеді, және оны көбейтудің өзі қиындап кетеді. Осындай тәсілдермен, яғни есептерді оңай және қолайлы жолмен шығартуға болады екен. Келесі тапсырма, екінші, яғни 92-ші тапсырма. Қосудың қасиеттерін пайдаланып өрнекті ықшамдаңдар дейді. Қосудың қасиеттерін пайдаланып өрнектерді ықшамдап шығамыз. Мына жерде бізге жақшаның берер пайдасы жоқ. Негізі бұл жерде ретімен былай орындалады. 11 қосылған 9 деп жақшаның ішіне алады. Қосылған А тең 11-ге 9-ды қоссақ 20 қосылған А деген түрде қалады. Бірақ біз мына жақшаны есептемей тұрып 9 қосылған 11 20 қосылған А деп ала салсақ болады. Негізгі реті мына тәртіппен шығады, ең соңғы мәні мынау түрде қалады деген сөз. Келесі 16 мен 4-ті қосамыз 20, оған қосамыз Б-ны. 17-ге 23-ті қосамыз 40, оған қосамыз А-ны. 22 мен 18-ті қосамыз, бұл жерде 40 шығады, оған қосамыз Б-ны. 18-ге 12-ні қосамыз, 30 шығады, оған қосамыз X-ті. 43-ге 57-ні қосамыз, бұл жерде 100 болады, оған қосамыз Y-ті. Бұлардың орындары ауысуы мүмкін, мысалы X қосу 30 деп жазуға болады, Y қосу 100 деп жазуға болады. Ол жерде де ешқандай мәні өзгермейді, теңдік бұзылмайды. Кейінгісі, көбейтудің қасиеттерін пайдаланып өрнекті ықшамдаңдар, коэффициентін анықтаңдар. Яғни коэффициент дегеніміз әріпті өрнектегі әріптің алдында көбейіп тұрған сан коэффициент деп айтылады. Енді қараңдар, 4А-ны 5-ке көбейтсек, бұл жерде санға көбейеді. Егер әріптер бірдей болса, олардың дәрежесі артып жазылып кете береді. Бұл жерде тек қана бір әріп бар, қалған сан. Демек 4-ті 5-ке көбейтеміз, 20А. 20А болады. Коэффициент 20. 8Б-ны 3-ке көбейтеміз, 24Б. Коэффициент 24 деп айтылады. Яғни бұл жердегі сан коэффициент деп айтылады. 5-ны 2-ке көбейтеміз, 10-сы. Коэффициент 10. Y-ді 3-ке көбейтсек 3Y, 16-ға көбейтсек 48Y. Коэффициент 48 әріптің алдындағы. 5-ті X-ке көбейтсек 5X, 18-ге көбейтсек 40X. Яғни коэффициент 40.
Z'ді 6-ға көбейтсек 6Z, оны 11-ге көбейтсек 66Z. 9-ды 7-ге көбейтеміз, я болмаса 9-ды 7-ге көбейтек, ең оңай тәсілі. 9-ды 7A-ға көбейтеміз, 63A болады, 63A-ны 6-ға көбейтеміз, 189A болады. Коэффициент 189. 5-ті 4-ге көбейтеміз, 5B-ны 4-ге көбейтеміз, 20B болады, 20B-ны 12-ге көбейтсек 240B болады. 2-сыны 5-ге көбейтемін, қолай үшін мен көбейтудің, яғни орындарын ауыстырып көбейтіп отырмын, өзіме оңай болатын нұсқасын қарастырып. 2-сыны 5-ге көбейтсем 10-сы шығады, 10-сыны 23-ге көбейтсем 230. Яғни бұл жерде коэффициент 230 деп қарастырылады. Келесі. Көбейтудің үйлесімділік қасиетін пайдаланып есепті өрнек құрастырып шығарыңдар дейді. Мәуленнің қояндарының аяқтары бастарынан 42-ге көп. Мәуленде неше қоян бар деп тұр. Яғни мәуленнің қояндарының аяқтары бастарынан 42-ге көп екен. Яғни қоянның саны x деп алсақ, бастары саны 2x деп қарастырылады. Аяқтары саны, қоянның өзі x деп аламыз, бастары саны, аяқтары 2x. Яғни 2 аяғы бар ғой қоянның. 4 аяғы бар ма? 4 аяғы бар, е? Демек 4 аяғы бар қоянның. Қоянның 4 аяғы болатын болса, басын x деп аламыз, аяғын 4x деп аламыз. Демек 4x-тен x-ті азайтамыз. 4x азайған x-тен 3x. Демек қоянның бастар санынан аяқтар санын азайтатын болса 42 шығады екен. Демек 4x-тен x-ті азайтсақ 3x шығады. 42-ні бөлеміз x 3-ке. 3-ке бөлсек 14 деген жауап шығады. Демек мәуленнің 14 қояны бар екен. 14 қоянды енді тексеріп көруге болады. 14 қоян деген ол 14 дана бас деген сөз. 14-ті 4-ке көбейтеміз. 14 көбейген 4, 16, 40, 56. 56-дан 14 азайтсаңдар 42 шығады. Яғни дұрыс екен. Түсінікті ғой, е? Келесі. Аулада күшіктер ойнап жүр. Олардың құлақтары аяқтарынан 12-ге кем. Аулада неше күшік ойнап жүр? Күшіктің құлағы мен аяқтарын салыстырамыз. Құлақтарын 2x деп аламыз. Күшіктің жалпы саны x деп алайық. Құлақтары 2 дана. Әр біреуінде 2 құлақ бар. Аяқтары 4 дана, 4x деп аламыз. 4x-тен азайтамыз 2x-ті, сонда 2x қалады. Енді 12-ні бөлеміз 2-ге. Сол кезде 6 шығады. Демек, олар 6 дана екен. 6 күшіктің 2 құлағы бар, сонда 12 құлағы бар. 6 күшіктің 4 аяғы бар. 4-ке көбейтсек 24 болады. 24-тен 12-ні азайтсақ 12 шығады. Міне айтылып тұрған 12 шықты, тексеріп көрдік. Келесі тапсырмада өрнектерді ықшамдаңдар дейді. Яғни бұны ықшамдап шығу үшін жай ғана есептеулер берілген. Яғни егер x барлығында құрамында 2x, 3x деп тұрған болса, оларды қосып азайтуға рұқсат берілген. Яғни оны қосып азайтуға болады. Мен бұны сендерге оңайырақ түсіндіру үшін x дегеніміз мысалы парта деп айтайын сендерге. Парта. X дегеніміз парта. Егер басқа бір әріп келсе, мысалы x қосу y деп келінген болса, x пен y ешқашан жай ғана өздері қосылып кете алмайды. X пен y қосыла алмайды. Қосыла алмаудың себебі x-тің мәні бөлек, y-тің мәні бөлек. Түсінікті ғой, иә? X дегенді парта деп қарастырсақ, y дегеніміз ол стул болып қалады, яғни орындық болып қалады. Ол екеуін ешқашан қосып бірге есептей алмаймыз ғой. Дәптер мен кітап екеуі, яғни дәптер дәптердің орнында жүреді, кітап кітаптың орнында жүреді. Дәптер деп айтсақ, оған кітап бере алмаймыз. Сол сияқты x дегеніміз дәптер, y дегеніміз кітап болады. Кітап пен кітаптың есебі бірге жүреді. Дәптердің мен дәптердің есебі бірге жүреді. Демек x барлар сан x 2x, яғни 2 дана дәптер, 3x 3 дана дәптер. 2 дәптерге 3 дәптерді қоссам 5x, яғни 5 дәптер шықты деген сөз ғой бұл. Солай түсінсеңдер болады. 7x-тен 4x-ті азайтамыз. Яғни 7 дана дәптерден 4 дана дәптерді азайттым. 3 дәптер. Яғни x дегеніміз дәптер деп қолданыңдар. 5y-ге 9y-ті қостық. Яғни 5y-ге 9y-ті қоссақ, 5 кітапқа 9 кітап қосылды деп ойлайық. 5-ке 9-ды қоссақ 14. 14 кітап дегеніміз y болып тұр ғой бұл жерде. Яғни біз өзіміз түсіну үшін сондай ат қойып болсақ болады. Одан кейін
6y-ден 1y-ді азайтамыз. Мына y дегеніміз 1y деген сөз. Мына жерге 1 жазылмайды. Бір жалғыз y-дің өзі тұр ғой. Оның 1 екенін білеміз. Енді 2-ден бастап жазылады. Яғни 2 кітап, 3 кітап деп. Кітап па? Ол бір дана кітап болса, кітап деп айтамыз. 2, 3 болса, 2 кітап, 3 кітап, 4 кітап, кітаптар деп айтамыз ғой. Сол сияқты ғой бұл да. 6y-ден 1y-ді азайтсақ, 5y болады. 1x-қа 4x қосамыз. Мына x дегеніміз бір дана x, сондықтан алдына 1 жазылмайды. Оның 1x-қа 4x, 5x болады. 5x-ке 5x 10x болады. 8x-ден 3x азайтамыз. 5x болады. 5x-ден 1x азайтсақ 4x болады. 10x-ке 7x қосамыз. 17 болады. 17x-тен 8 азайтсақ 9x болады. 9y-ға 2y-ді қосамыз. 11y, 11y-ден 4 азайтсақ 11y-ден 7y болады. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар дейді. Келесі тапсырмада, яғни ортақ көбейткіш деген барлығының құрамында көбейіп тұратын санды жақшаның сыртына шығару керек екен. Яғни 7 көбейту а, 7 көбейту 3. Демек бұл жерде ортақ көбейткіш 7. Мына жерден 7-ні алып қойсам, жақшаның ішінде а қалады. А ортада плюс, міне плюс. Одан кейін мына жерден 7-ні алып сыртқа шығарып тастадым. Яғни екеуіне де ортақ, мына жерде, мына жерде енді 3 қалды. 3. Міне ортақ көбейткіш ретінде 7-ні жақшаның сыртына шығардым. 3 пен а жақшаның ішінде қосу түрінде қалды. Мына жерде екеуінде де 5-ті шығаруға болады. Мынада 5 бар, мынада да 5 бар. 5-ті жақшаның сыртына шығардым. Мына жерде 16 қалды. Ортада плюс қосуды жаздым. Сосын мына жақтан 5-ті алып қойдым, б қалды. 16 қосу б жақшаның сыртында 5. Одан кейін 14-сі минус 14 көбейген 3. 14 деген, яғни екеуінде де көбейіп тұр. Міне мына жерде де 14-сі, мына жерде де 14 көбейту 3. Демек с минус 3 деп аламын. Себебі мына жерде минус, мына жерде 3. Келесі 8-ді минус 8 көбейген 5. 8 жақшаның сыртына шығады, д минус 5 болады. Мына жерде жақшаның сыртына 6 шығады. 6. Жақшаның ішінде а қосу 3 қалды. Мына жерде 9 шығады. Енді қараңдар, бұл жерде 3 дана өрнек. Үшеуінде де құрамында 9 бар. 9-ды шығарамыз. Үшеуіне ортақ болу керек. Сонда а, мына жерде б қосу, мына жерде минус с қалды. Міне осы түрде шығады деген сөз. Келесі тапсырма. Есептің шығару өрнегін құрастырып мәнін табыңдар. Раушан гүлінен 3 гүл шоғы және қалампыр гүлінен 5 гүл шоғы дайындалды. Ондағы әрбір гүл шоғында а гүлден бар. Раушан гүлінен 3 гүл шоғы бар. Әрбіреуінде а гүлден бар деп тұр. Қосылған 5. Демек, әрбіреуінде адан бар. Демек, а екеуіне де ортақ деген сөз. Демек, 3 көбейген а қосылған 5 көбейген а шығады. 3а қосылған 5а деп қарастыруға болады. Сонда жалпы 8а деп те қарастыруға болады. Раушан гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарының неше гүл бар? Раушан гүлінен 3 гүл. Демек 3а деп есептейміз оны. 3а. Мына сұрақтың жауабы. Қалампыр гүлінен 5 гүл шоғы. 5 гүл шоғы. Әрбіреуінде а данадан. Демек 5а деп есептейміз. Раушан гүлінен және қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарының неше гүл бар? Мұндағы амыз 7 дейді. Жалпы барлығы қанша дана? Міне мына формулаға саламыз. Яғни 3 қосылған 5 көбейген а тең 8 көбейген аның орнында қанша дейді? 7 дейді. 7-ні қоямыз. 8-ді 7-ге көбейтеміз. 54 деген жауап шығады ма? 56. Келесі 290 көбейген т минус 50 көбейген т немесе 90 минус 50 көбейген т өрнектері нешешу болатын есеп шартын құрастырыңдар. Мұндағы 50 км/сағат автобустың жылдамдығы. Яғни бұл жерде есепке шарт құрастырыңдар дейді. Яғни бұлай бір мысал ретінде келтірейін сендерге. Тағы соған ұқсас басқа мысалдарды қарастыруға болады. Мұндағы 50 км/сағат автобустың жылдамдығы, демек мынау автобустың жылдамдығы, ал мынау жеңіл автомобильдің жылдамдығы деп қарастырайық. Және жеңіл автомобиль мен автобус бірдей уақытта шығып кетті. Жеңіл автомобильдің жылдамдығы 90, сағатына 90 км жол жүреді, ал автобус 50 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Олар т уақытта, т уақыт дегеніміз мүмкін 2 сағат, мүмкін 5 сағат уақытты білдіреді. Ол 5 сағаттан кейін қандай жерге барады, немесе т уақыттан кейін қанша жерге баратын, яғни қанша жол жүретін өрнектің түрін көрсетіңдер деген
есеп құрастыруға болады. Демек, жеңіл машинаның жылдамдығы 90 км сағатына, автобустың жылдамдығы 50 км. Бұл екеуінің ара қашықтығы 2 сағаттан кейін қандай ара қашықтықта болады деген сұрақ құрастыруға болады. Келесі. Бұл жерде азайту берілген ғой. Азайту бергендіктен бұл екеуінің арасындағы ара қашықтық туралы әңгіме қозғалып отыр. 98-ші есеп өрнекті ықшамдап мәнін табыңдар дейді. Оңай есеп. Яғни А-ның орнына 3-ті қоямыз. Біріншісін көрсетемін. 7 көбейген А-ның орнында 3. Қосылған 15 көбейген А-ның орнында 3. 7-ні 3-ке көбейтсем 21. 15-ті 3-ке көбейтсем 45. Екеуін қоссам 66. Бұны тағы басқа екінші бір тәсілмен орындауға болады. 7 А-ны жақшаның сыртына шығарып қоямын. Екеуінде де А бар ғой міне. 7 қосылған 15 деп аламын. Тең А-ның орнында 3. 3 көбейген 7-ге 15-ті қостым 22. 3-ті 22-ге көбейтсем 66. Екеуінде де бірдей мән шықты, бірақ екі түрлі жолмен анықталды. Енді ең соңғысын көрсетем, ортадағыларда дәл сондай тәсілмен орындалады. Қиын емес, яғни түсініп алған оқушы үшін. 18n қосылған 34n азайған 22n. Бұл жерде барлығында ортақ көбейткіш n болып тұр. Жақшаның сыртына n шығарып жіберемін. 18 қосылған 34 деген қалады. 24 2 азаяды. Тең n-ның орнында 6 көбейген 18-ге 34-ті қосамын. Бұл дегеніміз, яғни 52 болады. 52-ден 32-ні азайтсам 30 болады. 52-ден 22-ні азайтсам 30 болады. 6-ны 30-ға көбейтсем 180 болады. Яғни осы тәсілмен есептеп шығаруға болады. Немесе жеке-жеке, яғни әрбіреуін алдағы көбейтіп, одан кейін қосып және азайту арқылы анықтауға болады. Ортадағы барлық есептер осындай тәсілмен есептеледі. Келесі тапсырма. 4 үлкен қорапта және 6 кішкене қорапта барлығы 2 килограмм 100 грамм кәмпит бар. Кіші қораптағы кәмпит үлкен қораптағыдан 2 есе жеңіл. Кіші қораптағы кәмпит неше грамм? 4 үлкен қорап және 6 кішкентай қорапта барлығы екеуін қосқанда 2 килограмм 100 грамм кәмпит бар. Кіші қораптағы кәмпит үлкен қораптағыдан 2 есе жеңіл. Демек, 2 есе жеңіл екен. 6x дегеніміз көбейеді 2-ге. Қосылады 4x, яғни жеңіл біреуін x деп белгілеп алдым, сонда 4 үлкен және 4 кіші, кешіресіздер, бұл жерде 4 үлкен екен. Яғни мына жерде орын алмастырамыз онда. Яғни айтып тұрғаны бойынша 4 үлкен қорап бар. 4x деп аламыз, оны 2-ге көбейтем. Себебі ол кіші қораптан 2 есе үлкен болып тұр ғой, сондықтан 2-ге көбейттім. Қосылған 6 кішкентай, оны 6 кішкентайды 6x деп қоя саламын. Себебі ол өзі орнында тұр. Сол кішкентаймен есептейміз. X дегеніміз кішкентайға тиісті шығады деген сөз. Барлығы 2 килограмм 100 грамм деген сөз. Ол дегеніміз 2100 грамм деген сөз міне. 4x-ті 2-ге көбейтсем 8x, оған 6x-ті қоссам, 8-ге 6-ны қоссақ 14x шығады. 2100-ді бөліміз 14-ке. Яғни x тең 2100 бөлінген 14. X тең 150 грамм. X-іміз 150 грамм екен. Демек, кіші қорапта кәмпит неше грамм? Яғни кіші қораптың біреуінде 150 грамм екен. 6-ы, демек 150 көбейген 6 тең 900 грамм болады. Ал үлкен қорапта, яғни кішкентаймен салыстырғанда 8 данасы бар кішкентайдан. Демек, оған 8 көбейту 150 деймін. Сонда үлкен 4 қорапта қанша болады? Сол шығады. 800 тең жатыр 1200. Демек, үлкен қорапта 1200 грамм бар, кіші қорапта 900 грамм бар. Жалпы барлығында. Ал бір жеке-жеке қарастыратын болсақ, 4 үлкен қораптың бір үлкен қорабында 300 грамм, кіші қорапта 1150 грамм болады. 150 грамм. Келесі тапсырма. Суретті пайдаланып есептің шартын құрастырыңдар. Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастырыңдар. Мұндағы А тең 188 деп алып, әріпті өрнектің мәнін табыңдар дейді. Қызылорда, Түркістан, Шымкент. Яғни Қызылордадан Түркістанға дейін А километрға 90 километр қосқан тең екен.
Ал енді Түркістаннан Шымкентке дейін А километр екен. Демек Түркістаннан Шымкентке дейін қанша километр болса, Түркістаннан Қызылордаға дейінгі арақашықтық содан 90 километрге артық екен. Бізден сұрап тұр, жалпы жол қанша километр деп. Яғни мына жерден есеп құрастырамыз. Қызылордадан Шымкентке дейінгі арақашықтықты тап деген есеп құрастырсақ, А қосылған 90 қосылған А тең, бұл жерде А-ның орнын алмастырамыз. 2А қосылған 90, А-ның орнына 188 қоямыз. 188 көбейген 2 қосылған 90. Яғни осыларды көбейтіп қосқан кезде жалпы Қызылордадан Шымкентке дейінгі арақашықтық шығады. Мына жерде 188, мына жерде А-ның орнына 188, оған қосамыз 90-ды, сонда бұлардың арасындағы арақашықтық шығады 278 мына жерде. Енді 278-ге 188-ді қосамыз. 278 қосылған 188, 16-ның 6-сы 15, 16, 466 километр екен. Міне. Яғни есептің шарты Түркістаннан Шымкентке дейін қанша километр болса, Қызылордадан Түркістанға дейінгі арақашықтық содан 90 километрге артық екен. Жалпы жолдың ұзындығын табыңыз деген сұрақ қойсақ болады, және А-ның мәні 180 деп қарастырыңыз. Келесі тапсырма. Қапшықта 7 кг жарма бар. 200 грамм кіртасын пайдаланып, табақшалы таразымен 3 рет өлшеп 2 кг жарманы қалай бөліп алуға болады дейді. Қапшықта 7 кг жарма бар. 200 грамм кіртасын пайдаланып. 200 грамм кіртасын пайдаланып 3 рет өлшеу арқылы дейді. 2 кг жарманы қалай алуға болады, бөліп алуға. Бірінші ретте 200 грамды бөліп алуға болады. Бірінші 200 грамм шығады бірінші жол бұл. Енді екінші жолы бір жағына жаңа 200 грамдық жарманы бөліп алдық қой, бір тек өлшеген кезде. Енді таразының бір бетіне 200 грамдық кіртасын қоямыз, өз кіртасы бар еді, және одан бұрын өлшеп алған мына 200 грамды тағы қоямыз ояққа. Сол кезде 400 грамм алуға болады. Міне. Одан кейін үшінші болып тағы да дәл солай 400 грамм аламыз. Жоқ, 400 грамм алуға болмайды. Енді одан көп алу керек. Яғни мына жерде қазір бізде жалпы 600 грамм болды. Енді 600 грамм болды жалпы жармалардың массасы. Сол 600 граммға жаңағы 200 грамм кіртасыны қосып қойып, барлығын бір жағына қоямыз. Сонда біліп тұрмыз ғой, бірінші өлшеп алғанда 200 грамм бар екен, яғни өлшек бізде бар, 200 грамм жарма бар. Сосын одан кейін тағы 200 грамм жармаға 200 грамм кіртасын пайдаланып, екінші табақшада 400 граммды алдық. Енді 400 граммға 200 граммдық жарманы қосамыз, сонда 600 граммдық жарма болады. Ол 600 граммдық жарманың қасына 200 граммдық кіртасыны қосамыз. Сонда 800 болады. Бұл 800 граммдық не шығарады бұл жерден? 800 грамм жармаға өлшеп алуға болады. Үшінші тәсілмен, яғни 800 грамм алдық бұл жерде. Енді тағы сол тәсілді пайдаланып, мынаның барлығын қосып шығайық. 600, 1400 шығады. 1400 грамм шықты. Яғни 3 жолмен 1400 граммды ғана ала алдық. Демек, бұл тәсілмен есептейтін болсақ, біз 3 тәсілде 1400-ге жетеміз. Енді тағы бір тәсілмен есептеп көрейік. Бұны, яғни 3 емес, кемінде 4 тәсілмен есептегенде ғана 2 кг шығар екен. Енді екінші тәсілмен есептеп көреміз. Екінші тәсілде былай жасаймыз. Жарманың біз бір жағына, яғни жарманы 7 кг жарма бар ғой. Сол 7 кг жарманың табақшалы таразының бір жағына, яғни кіртасын қоямыз, 200 грамдық. 200 грамдық кіртасын қойып, 7 кг жарма бар ғой. Сол 7 кг жарманың, яғни табақшаның бір жағына жарма салынады, яғни жаңа 7 кг деген жарманы табақшалы тараз тең болатындай бір жағына 200 грамдық кіртасын қоямыз да, және екінші жағына жарманы қоямыз. Сосын жарманы біткенге дейін екеуін теңестіріп салып отырамыз. Сол кезде 7 кг толық жарманы қолданамыз осы жерде. Бір жағында бізде не тұр? Жарма тұр, яғни бір жағында жарма және кіртасы тұр. 200 грамдық кіртасы бар. Сол 200 грамдық кіртасыны жармамен қосып есептеп тең екіге ажыратамыз. Сонда мына таразының бір жағында жарма, яғни
3600 gramдық жарма болады. Және бір жағында 3400 грамдық жарма болады. Себебі 3600 жақта таза жарманың өзі болады. 3400-дің қасында 200 грамдық кіртасы болады. Сонымен бұл да 3600 болып тұрады. Яғни 200 грамдық кіртасын пайдаланып, тең екіге ажыратып алдық. Тең екіге ажыратқан кезде 200 грамдық кіртасын шығарып тастайтын болсақ, 3400 грамм жарма қалады бұл жақта. Мына жақта 3600 қалады. Енді 3600-ді бұл бірінші тәсіл, яғни бірінші рет таразыға тартқан кезде осындай шығарып аламыз. Сосын 3600-ді аламыз дағы 3600-ді тағы да тең екіге ажыратамыз. 3600-ді тағы екіге ажыратамыз. Сонда 3600-ді екіге ажырататын болсақ, 1800 грамдық екі жақта, яғни таразының екі табақшасын теңестіру үшін бөліп саламыз 3600 деген жарманы. Сонда 1800 грамдық тең екі бөлек табақшада жарма шығады. 1800 грамм шығады. Енді бұл екінші тәсілде анықталады. Үшінші тәсілде жаңағы кіртасын пайдаланып 200 грамм, яғни 200 грамм жарма өлшеп шығарып аламыз тартып. Сонымен 1800-ге 200-ді қосамыз, жалпы 2000, яғни 2000 граммыз 2 килограмм шығады. Осындай бір тәсілмен есептеуге болады. Бұдан да басқа тәсілдері бар бұның. Бұл енді мен көрсетілген бір нұсқасы болды. Келесі тапсырма: тізбеде қызыл, көк, жасыл және сары шарлар бар. Ондағы көк шарлар қызыл шарлардан 2 есе артық, ал жасыл шарлар көк шарлардан 3 есе артық. Сары шарлар жасыл шарлардан 10 шарға кем. Егер тізбеде x қызыл шар болса, онда барлығы неше шар болды дейді. Мұндағы x дегеніміз 7. Қызыл шар 7 дана. Қызыл шар 7 екен. Демек, ондағы көк шарлар қызыл шарлардан 2 есе артық. Қызыл шар, қызыл деп жазып қойып, қызылымыз 7. Енді ондағы көк шарлар қызыл шарлардан 2 есе артық. Демек, көк шар дегеніміз 2x деген сөз. Ол 14. Қызыл шарлардан 2 есе артық. Ал жасыл шарлар көк шарлардан 3 есе артық. Ал жасыл шарлар, жасыл шарлар 2x-тен 3-те көп екен. Демек, бұл 6x болады. 6x дегеніміз қанша болады? 42 болады. Сары шарлар жасыл шарлардың 10 шарға кем. Сары шарлар жасылдан. Жасыл дегеніміз 6x. Сары тең 6x азайған 10. 42 азайған 10 тең 32. Демек, 32 сары шар бар екен. Қызыл 7 шар болды, көк 14 болды, жасыл 42 болды, сары 32 шар екен. Өрнек құрастырып, және оны есептеп көрсеттік. Келесі, шаруа ат сатып алу үшін 15 центнер қара бидай сатса, 80 рубль жетпейді. Ал 20 центнер қара бидай сатса, 110 рубль артық қалады. Шаруа сатып алатын ат неше рубль деп тұр. Ал енді бұл есепте, яғни 103-ші есепте теңдеу құру арқылы есептеп шығаруға болады. Яғни шаруа ат сатып алу үшін 15 центнер қара бидай сатса 80 рубль жетпейді, ал 20 центнер қара бидай сатса 110 рубль артық қалады. Шаруа сатып алатын ат неше рубль? Сәл ұзағырақ бір теңдеу құрастыруға болады. Яғни бидайдың құнын x деп белгілеп аламыз. Сонда 15 көбейген x қанша рубль жетпейді дейді? 80. Демек, жетпей тұрғанын 80 деп аламыз. Және теңестіреміз. 20 центнер сатса, демек 20-ны x теңгеден сатса 110 рубль артылып қалады. Демек, артылып қалатынын алып тастаймыз. Сонда мына екеуі теңесіп, бидайдың құны шығады бұл жерден. 15x, 20x, 20x-тің қасына 15x өтеді, минус болып, сонда 5x болады. Мына минус 110-ымыз сол жақ өтеді 80-ге, сонымен 190 болады. X тең 190-ды 5-ке бөлеміз. Мына жерде 38 шығады. Яғни 1 центнер бидайдың құны 38 рубль деп қарастырсақ, енді аттың ценасын анықтаймыз, бағасын. 15-ті көбейтеміз 38-ге, және оған қосамыз 80-ді. Міне мына 80-ді. 15-ті 38-ге көбейтсек, 570 шығады. Оған 80-ді қосамыз. 38, 380, 380-дің тең жартысы 190. 380 қосылған 190 деп алайық. Бұл жерден 10 аламыз, 60 болады. 560 болды мұнда.
380, 190, 0 болады, 7 болады. 4, 5, 570. 570-ке 80-ді қоссақ 650. Демек, аттың құны 650 теңге екен. Енді оны дәлелдеу үшін екіншісінде орындап тастауымыз керек. Ол дегені 20 көбейген 38 дейміз. Яғни 1 центнер бидайдың құны 38 рубль болды ғой. Демек, 20-ға көбейтеміз және одан 110-ды алып тастаймыз. Сонда 650 болу керек. 760 болады. 760-тан 110-ды азайтсақ 650 міне. Яғни тең шықты екеуінде де. Демек 650 екен аттың құны.